Сәлем достар, 2024 жылдан бастап үкімет әр балаға ақша төлейтін болады. Соған байланысты егов базасында балаларыңыз тіркелген бе, соны тексеріп, жоқ болса енгізіп қоюларыңыз қажет. Ол үшін қазір еговқа кіреміз. Егов KZ кіреміз, ECP-ны пайдалана отыра. Базаға кірдік, енді жеке кабинетке өтеміз. Жеке кабинет. Жеке кабинетке өткеннен кейін мына жақта сведения о детях дегенді тауып аламыз. Осы жерде барлық балаларыңыз тіркелген бе, соны қарайсыздар. Тіркелмесе добавить деп басамыз. Баланың иін енгіземіз. Поиске басқан кезде аты жөні шығу қажет. Шыққаннан кейін добавить деп басамыз. Менде уже кіргізілген деп шығып тұр. Осылай балаңызды енгізіп алсаңыздар болады.